Булочки, плюшки дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаға тұз, шекерді қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, сұйық май, жылы сүт, жылы су қосып, қайтадан жақсылап миксерлейміз. Және де ұнымызға 2 шай қасық дрожж қосамыз. Және ұнымызға сүтті массаны қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Біздің дайын болған қамырымызды біз 1 сағатқа немесе 30 минутқа қойып қоямыз. Енді біздің дайын болған қамырды біз алып 2-ге бөлеміз. Және де 2 бөлігін дәл видеодағыдай 6-ға бөлеміз. Бізде 12 булочка шығады. Барлығын жасап болғаннан соң, оны илеп 4-бұрыш тығылдыр формасын шығарамыз. Және де үстіне дәл видеодағыдай сұйық сары май жағып, шекер себеміз. Сұйық май жағып үстіне шекер сепкеннен кейін, оны рулет қылдырып ораймыз. Және бір-біріне орап, пышақпен ортасын кесеміз. Дәл видеодағыдай ортасынан бастап, шетіне дейін кесеміз. 2 ортасын ашқанда бізде жүрек формасы шығады. Дәл осылай барлық булочкаларға жасап шығамыз. Ең алдымен сұйық май жағамыз, сұйық сары май. Сосын шекер. Енді орап, пышақпен кесеміз.
дайын болған булочкалардың үстіне сұйық май немесе жұмыртқа жағып 180 градуста 20-30 минут пісіреміз.